Нұрдәулет өзінің ішіндегі алай-дүлей болып жатқан сезімдерді айтты. Менің өмірімдегі ең қызықты шақтарым. Осы шақты қайтару үшін қолымнан келгеннің барлығын жасар едім. Айда маған бір мүмкіндік берсе егер. Мен қосылайық жобасына барып, өзіме болашақ жар іздегеніммен, ешқандай да келген қыздарға көңілім толмайды. Барлығынан Аиданың күлкісін, Аиданың мінезін іздеймін. Аида да мені жақсы көретін білемін. Кетәрі емес екенін де, бірақ екеуміздегі бір-бірімізге деген өшпенділік па, әлде тәкаппарлық па түсінбедім. Сіздерге бірдеңе айтайын. Адам жалпы өзімен өзі бақытты болып үйренсе болды. Сіздер көбісі ойлайды, типа үйленбей жүрсең бақытсызсың, сен үйленгеннен кейін ғана бақытты боласың, или там мен үйленемін, вот замуж выйду, я буду счастливая деп ойлауы мүмкін, или там вот рожу ребенка, я буду счастливая, вот я вот это сделаю, я куплю дом, я куплю квартиру, или там мына жұмысыма тұрамын, я буду счастливая деп. Нет, цельдер болған дұрыс қой, бірақ сіздер тұрмысқа шықпаған қыздар тыңдасын, әсіресе өздеріңізбен өзіңіз бақытты болып үйреніңіздер, сонда сіздер дұрыс адамға жолығасыздар. А когда сіздер мен үйленем бақытты болам, или мен адамым ғана бақытты болады, адам болмаса мен жанында бақытсыз болам деп сондай нәрсе істесеңіздер, онда қиналып қаласыздар. Сондықтан өздеріңізбен өзіңіз бақытты болып, өзіңіз жан дүниеңізбен шүкіршілік етіп, шүкір дәм тұз сезе аласыз, көзіңіз көреді, аяғыңыз жүреді, ауаны сезіне аласыз, иіс сезіне аласыз, соған бақытты болып. Адам өзі бақытты болған кезде сіз излучаете радость, хорошую ауру, жақсы нәрселерді татасыз. Сондықтан өзіңізбен өзіңіз бақытты болып үйреніңізші, сезініңіз барлығын, шынайы сезініңіз, ауа райы қандай керемет, табиғатқа рахаттаныңыз, әрбір жеген тамағыңызға шүкіршілік етіп, бақытты болып, бақыттының вкусын сезініңіз, ата-анаңыздың барына шүкіршілік етіп бақытты болыңыз, өзіңіздің аяқ қолыңыз сауына, жұмысыңыздың барына, мысалы жеп жатқан тамағыңыздың барына, барлығына шүкіршілік етіңіз, бақытты болыңыз, шынайы. Сондай бір күшті состояниеңізға, и сізге де тура сондай адам жолығады, бақытты, күшті волнада жүрген адам жолығады. А когда вы раздраженная, злая, бақытсызсыз, ана адаммен босанғаннан бақытты ол адам өмірінен кетсе, мен өлемін, я не могу жить деген дұрыс емес позиция деп ойлаймын. Қалай ойлайсыздар? Мен лично. Не держитесь ни за кого дейді ғой. Бұл өмірде сен барлығымыз жалғыз болып келдік па, жалғыз болып кетеміз, иә, бұл өмірден. Ешкіммен ешкімге қатты мұқтаж болмау керек, қатты былай. Вот я прям жить не могу, прям осылай мына адам болмаса өмірімде былай боламын, ойбай, там ата-анам, ойбай, там бала-шағам деп қатты привязан болмау керек екен ше, еш нәрсеге жалпы өмірде. Потому что бұл өмірден шынымен де бәріміз жеке-жеке болып, индивидуально, яғни бағана дүние деген бәрі қалады ғой, тыр жалғаш болып ана өмірге кетеміз, иә. Сондықтан әрине өмірге келгеннен кейін өмірдің рахатын көру керек, барлық қызығын көру керек, ішіп жеу керек, жақсы өмір сүру керек, жақсы тамақ, жақсы киім, жақсы өмір сүру керек, потому что өмірге бір-ақ рет келеміз. Сондықтан қатты привязан болмау керек, и прям андай нәпсіңді тыю білуің керексің ғой. Соны қатты айтып. Біраз уақыт болды, контент түсірмей кеткенімізге. Соны бұйыртса бастайын деп жатырық. Қиын болып тұр. Инста сериал деген ұнады ма, ұнамады ма түсінбей тұрдық та. Жалғастырайық па басқа түрлерімен. Қазір опрос қалдырып қоямын. Давай басқа түрлерін жалғастырыңдар десеңдер, бұйыртса бір нәрсе бастаймыз. Солай. Скучай без повода, обнимай деп әндер нелер шығып кетті қазір. Айфон купи, ресторан плати деп. Қазір баяғы әндердің мән мағынасы күшті де, қазіргі әндердің непонятно, көрінген бәрі әнші қазір. Ана бір тиктокқа, инстаграм кіріп қаласың, сондай нәрселер шығады, нервіңді шығарып жібереді. Баяғы әндер қандай еді? Бойынарымсың деп. Не, овощной ашсам ба деп қойым бір ойым, қалай өзі? Сонымен қатар міне бүгін Сырым ағаммен кездесіп отырмын, қандай бір
жаңағы бір-бірімізді сырттай танысақ та бүгін міне жерге қазақ тіліне қарсы әлем халқы ерлік әрі бізге мақтаншылық қазақ тілі айтып кеткенде жаңағы шынымен Бау қараңыздар, қандай үлкен әдемі букет. Бүгін бізде Розаның туған күні. Туған күнді енді бастайын деп жатырмыз. Бұл қалада емес, біз қазір Гуанчжоудамыз, Хожу деген қалаға барамыз. Сол жерде енді үлкен туса болайын деп жатыр. Кеше көрдіңіздер ғой, біраз адамдарды. Бағана сторисқа салдым ғой, кешке ужинда отырғанбыз. Сол адамдар бар, одан бөлек тағы әншілер бар, блогерлер бар, достары бар. Көп енді адамдар. Барғаннан кейін кешкі вайпты көрсететін боламын. Төменгі этажда осындай сыртта бассейн бар екен. Мына жақта ойын ойнайтын жерлер бар, мына жататын жерлер бар. И кеттік мына жаққа. Мына жерде тоже отыратын жер, бильярд. Ар жақта бөлмелер бар, көп бөлмелер бар. Мына жақта караоке бар. Міне. Іші өте үлкен, прям. Барлығыңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен осылай жиналып алып, кірпігімді, тырнағымды жасатуға кетіп бара жатырмын. Кірпігімді кеше өзім алып тастағам ғой. И так 3-4 кірпік қалып еді. Сол кешеден бері жазып отқандар, сұрап отқандар, барлығыңызға үлкен рахмет. Бүгін Алматы негізі Қарағандыға қарағанда погодасы күшті екен, потому что мен далаға шықпасам да үйдегілер дала суық деп үйде салқын болып сондай болды да. Өз үйімде. Сөйтіп, бірақ Алматы жылырақ екен. Сол қазір кетіп барып, полностью түріме ремонт жасамасам түрім сәл не болып тұр. Таксиім қайда қалды?